Компьютер сөзі есептеуіш дегенді білдіреді, яғни есептеуге арналған құрылғы. Компьютер деректерді бағдарламалап өңдеуге арналған электрондық құрылғы. Қазіргі компьютерлер тек есептеп қана қоймай, цифрлық емес, мәтіндер, дыбыстар, графика және тағы басқа ақпаратты өңдейді. Әртүрлі технологиялық процестерді, деректер базасын және басқаларды басқарады. Бүгінгі күні дербес компьютерлер көпшілік арасында кең тарады. Дербес компьютерлердің осылай аталу себебі ол бірақ адам жұмыс істеуге арналған. Дербес компьютерлердің түрлері өте көп, бірақ олардың құрылысында ұқсастықтар да бар. Бүгінгі сабақта біз дербес компьютерлердің қандай құрылғылардан тұратындығын, яғни дербес электронды есептеуіш машиналарының архитектурасын және олардың жұмыс істеу принциптерін қарастырамыз. Суретте көріп отырғандарыңыздай, кез келген дербес компьютерлер бірнеше құрылғылардан, блоктардан тұрады. Бұл құрылғылардың кейбірі өте маңызды. Бұлар монитор, жүйелік блок, пернетақта. Өйткені компьютер оларсыз жұмыс істемейді. Басқа құрылғылар да пайдалы міндеттер атқарады, бірақ компьютерлер оларсыз да жұмыс істей алады. Ал енді компьютерлердің негізгі құрылғылардың міндеттеріне толығырақ тоқталайық. Жүйелік блок. Жүйелік блокта мәліметтерді өңдеу қамтамасыз ететін дербес компьютерлердің барлық маңызды құрылғылары, қоректендіру көзі, қосымша құрылғыларды қосу мүмкіндіктері жинақталған. Жүйелік блоктың алдыңғы тақшасында компьютерді қосу, ажырату батырмасы, диск жетек, жинаққа дискіден оқу үшін CD-ROM құрылғысы орнатылған. Жүйелік блоктың ішінде аналық тақша тұрады. Онда процессор, жедел жады, өрімдер, шиндер және басқа құрылғылар орналасады. Сондай-ақ жүйелік блоктың ішінде қоректендіру көзі, қатқыл диск жетек, CD-ROM, бейне тақша, дыбыстық тақша тұрады. Жүйелік блоктың ішінде орналасқан құрылғыларды ішкі құрылғылар деп атайды. Олар процессор, жедел жады, порттар, бейне адаптер, желілік тақша, дыбыстық тақша, аналық тақша, CD және DVD диск жетек, қатқыл диск. Енді осы құрылғыларға тереңірек қансайық. Процессор бұл компьютердің басты бөлігі. Ол электронды есептеуіш машинасының миы деп айтуға да болады. Онда ақпаратты өңдеу мен барлық құрылғылардың бірлесіп істейтін жұмысын басқару ісі жүргізіледі. Орындайтын функцияларына сәйкес процессор екі бөліктен тұрады. Басқару құрылғысы барлық құрылғылардың бірлесіп істейтін жұмысын басқарады. Арифметикалы, логикалық құрылғы, ақпаратты өңдеу құрылғысы. Құрылысы бойынша процессор жедел жадтың яшықтарына ұқсас яшықтардан тұрады. Бірақ бұл яшықтарда деректер тек сақталып қана қоймай, өзгертіледі де. Процессордың ішкі яшықтары регистр деп аталады. Кез келген әрекет процессордың қатысуымен орындалады. Компьютер не орындайды, соның барлығын іс жүзінде микропроцессор деп аталатын, оның басты микросхемасы орындайды. Компьютердің негізгі сипаттамаларының бірі мегагерцпен өлшенетін процессордың жиілігіне тәуелді болатын, оның тез әрекеттілігі болып саналады. Жиілік неғұрлым жоғары болса, компьютер соғұрлым жақсы болады. Аналық тақша. Бұл негізінен компьютерлік жүйенің көптеген құрауыштары құрастырылатын баспа тақша болып табылады. Аналық тақшада орталық процессорда графикалық тақшаны, дыбыстық тақшаны, қатқыл диск, контроллерін, жедел жадты және қосымша шеткері құрылғыларды қосуға арналған ұялар орналасқан. Компьютердің барлық негізгі электрондық схемалары және қажетті қосымша құрылғылар аналық тақшаға қосылады, немесе оған кеңеу слоттары арқылы қосылады. Аналық тақшаның ең маңызды бөлігі чипсет болып табылады. Чипсет бұл аналық тақшаның микросхемаларының жиынтығы. Оның негізгі екі микросхемадан солтүстік және оңтүстік көпірден тұрады. Солтүстік және оңтүстік көпір жеке микросхемаларда орналасқан. Қатқыл диск. Ол ақпаратты тасушы қатқыл ауысымсыз магнитті диск болып саналады. Сыртқы сақтауыш құрылғының винчестері болып табылады. Қатқыл дисктің сыйымдылығы тасуыштардың
басқа түрлеріне қарағанда ондаған есе жоғары. Міндеті дербес компьютермен жұмыс істеу кезінде тұрақты түрде ақпаратты ұзақ уақыт сақтау. Қатқыл дисктің сыйымдылығы оның негізгі сипаттамасы болып табылады. Дербес компьютердің соңғы модельдерінде сыйымдылығы 80 гигабайттан 500 гигабайтқа дейін қатқыл дискілері бар. Жедел жады немесе жедел сақтау құрылғысы бұл компьютердің ішкі жадысы. Ол оған ақпаратты тез жазып алуға және одан керекті ақпаратты оқуға мүмкіндік береді. Бірақ ақпарат жедел жадта компьютер қосылып тұрғанда ғана уақытша сақталатындығын есте сақтау керек. Егер де сіз компьютерді ажырататын болсаңыз, онда жедел жадтағы барлық ақпарат өшіріледі, жоғалады. Жедел жадта осы мезетте орындалатын барлық бағдарламалар тұрады. Компьютерде ішкі жадының негізгі екі түрі бар. Бірінші, тұрақты сақтау құрылғысы. Бұл компьютердің ішкі жады. Ол компьютерде фирмада дайындаушыда құрастырылады. Компьютерді қосқан кезде алғашқыда ақпарат тұрақты сақтау құрылғысынан алынады да, ал содан кейін сіздің компьютерде орнатылған операциялық жүйе қосылады. Жедел сақтау құрылғысында бұл ақпаратты уақытша сақтауға арналған құрылғы. Жедел жадының көлемі шектеулі, сондықтан ақпаратты жедел сақтау құрылғысынан сыртқы жадқа көшірмелеу қажет. Жедел жадтың маңызды сипаттамалары сыйымдылық пен тез әрекеттілік болып табылады. Процессор және жедел сақтау құрылғысы бұл электронды есептеуіш машинасының басты құрылғылары. Компьютер жұмыс істеу үшін осылар жеткілікті. Бейне адаптер немесе бейне карта бұл арнайы құрылғы. Бейне мәліметтерді мәтін және график өңдейтін монитор экранына кескінді шығаруға мүмкіндік беретін дисплейдің жұмысын басқаратын электрондық тақша. Бейне карта келесі бөліктерден тұрады: бейне жады, сандық, аналогтық түрлендіргіш және бейне процессор. Компьютердің орталық процессоры және бейне процессор мәліметтерді бейне жадта жазады және оны шығарып оқиды. Аналогтық мониторға шығару үшін сандық аналогтық түрлендіргіш сандық ақпаратты түрлендіреді. Ал бейне процессор бейне картаның барлық құрылғыларын басқарады. Диск жетек ақпаратты әртүрлі қатқыл немесе иіргіш дискілерге жазуға, шығарып оқуға мүмкіндік беретін электромеханикалық құрылғы. Диск жетектің бірнеше түрлері болады. Бірінші, кәдімгі дискетке арналған диск жетектер, магнитті оптикалық дискілерге арналған диск жетектер, zip дискетке арналған диск жетектер, CD-ROM RRV, DVD-ROM RRV, DVD-RAM диск жетектері бар. Дисплей бұл компьютердің экранына ақпаратты шығару құрылғысы. Дисплей бұл компьютердің тілі, яғни оның көмегімен өзінің жұмысы туралы сізге керекті барлық ақпаратты білдіреді. Ақпаратты шығару түрі бойынша: бірінші, әліпби цифрлықтар. Тек әліпби цифрлық ақпаратты ғана бейнелеуге қабілетті дисплей. Үшінші, графика сияқты символдарды бейнелеуге қабілетті дисплей. Төртінші, редакторлық мүмкіндіктері бар және мәліметтерді алдын ала өңдеуді жүзеге асыратын интеллектуалдық дисплей. Бесінші, графикалық. Алтыншы, векторлық. Жеті, растрлық болып бөлінеді. Ал құрылысы бойынша: бірінші, электрондық сәулелік түтікшелер негізінде жасалған. Екінші, сұйық кристалдық мониторлар. Үшінші, плазмалық тақта негізінде жасалған. Төртінші, проекциялық. Жеке немесе корпусқа айна немесе айналар жүйесі арқылы біріктіріліп орналастырылған бейне проектор мен экран. OLED монитор технологиясына негізделген монитор немесе органикалық жарық сәулесін шығаратын диод болып бөлінеді. Компьютердің ең келесі негізгі құрылғыларының бірі бұл пернетақта. Бұл компьютерге ақпаратты егізуге арналған құрылғы. Ол әріптік және сандық пернелердің көмегімен компьютерге кез келген ақпаратты енгізуге мүмкіндік береді. Символдық пернелер
Олар ортада орналасқан. Бұл пернетақтаның негізгі бөлігі символдық пернелердің көмегімен кез келген әріптік сандық ақпаратты енгізуге болады. Пернетақтаның бұл бөлігінде орыс, латын және қазақ әріптері, сандар, тыныс белгісі, таңбалары және басқа символдар бар. Екінші, қызметтік пернелер. Қызметтік пернелер F1-ден F12-ге дейінгі латын алфавитінің әріптерімен белгіленеді. Қызметтік пернелердің күрделі операцияларды тез орындау үшін пайдаланылады. Әртүрлі жағдайларда, әртүрлі бағдарламалармен жұмыс істеу кезінде бұл пернелердің мағынасы бар. Мысалы, Basic-пен жұмыс істеу кезінде F1, F10 пернелерін басу белгілі бір команданы орындауды шақырады. Үшінші, меңгерді қоятын немесе басқаратын мәтінді редакциялайтын пернелер. Меңгерді қоятын пернелер символдық пернелерден оңға қарай төмен орналасқан. Оларда көрсеткішінің суреті салынған. Олар экран бойынша меңгерді қозғалту үшін арналған. Төртінші, сандық пернелер немесе қосымша пернетақта 10 пернеден тұрады. Ол пернетақтада оң жақта орналасқан. Бұл пернелердің көмегімен сандық ақпаратты енгізуге, сондай-ақ экранда меңгердің қозғалысын басқаруға болады. Намлок пернесі пернетақтаның оң жақ бөлігінің жұмыс режимін ауыстырып қосады. Міне намлок пернесі. Қазіргі заманғы компьютерлер тағы да бір ақпаратты енгізу құрылғысымен бұдан былай жай ғана тышқан деп атайтын тышқан манипулятормен жарақталған. Тышқан өзінің атауын кездейсоқ алған жоқ. Бұл компьютермен құйрыққа ұқсас ұзын майысқақ өткізгішпен жалғанған, онша үлкен емес сұр түсті пластмассалы қорап. Ол алақанға ыңғайлы орналасады. Шындығында өзінің сыртқы түрімен де, үстелдегі әрекетімен де тышқанды еске түсіреді. 3 батырмалы және 2 батырмалы тышқандар бар. Графикалық интерфейсі бар. Қазіргі заманғы операциялық жүйелерде бұл басқару үшін қажетті құрылғы. Сканер бұл фотоға түсіргендей кескінді қағазға қайта басуға және оны монитор экранына бейнелеуге мүмкіндік беретін құрылғы. Суретті, фотосуретті, мәтінді сканерлеуге болады. Картинканы сканерлегеннен кейін графикалық бағдарламаларда өңдейді, кішірейтеді, үлкейтеді, қайта бояйды. Сканер суреттегі кескінді машиналық кодқа түрлендіреді. Сканердің жұмыс істеу ережесі электрондық сәуле дисплей экранын қалай сканерлейді. Соған ұқсас жарық сәулесі жол бойынша жазық суретті сканерлейді. Сканерлеу нәтижесінде қағаз құжаттың графикалық бейнесі енгізіледі. Сканерлер ақ-қара түрлі түсті болады. Сканердің келесі түрлері бар. Планшеттік сканер, қол сканері, барабандық сканер, парақ сканерлері, формалар сканерлері мен штрих сканерлер. Сканерлер кескінді компьютерге әрқайсысы үшін координаттарын және түстің номерін көрсетіп, нүктелердің жиыны ретінде енгізеді. Осы мәліметтер бойынша кескіндердің көшірмесі мониторға шығарылады. Тәрте, компьютерлік ойындардағы дисплей экранында қозғалатын объектілерді басқару үшін пайдаланылатын иін тіректі манипулятор болып табылады. Бұлардың барлығы енгізу құрылғыларына жатады. Микрофон. Дыбыстық ақпаратты енгізуге арналған құрылғы. Компьютердің шеткері құрылғыларының бірі принтерлер. Принтер бұл ақпаратты қағазға шығару құрылғысы. Ол дисплейге не шығарылса, соның бәрін қағазға басып шығаруға мүмкіндік береді. Принтерге мәтінді, графикалық және кестелік ақпаратты беруге болады. Ақпаратты принтерге ақ-қара немесе түрлі түсті кескінмен беруге болады. Принтерлер кескіндерді басып шығару тәсілдері бойынша келесі түрлерге бөлінеді. Матрицалық, ағынды лазерлік және жарық диодты принтерлер сондай-ақ түрлі түсті және монохромды болып бөлінеді. Плоттер сызбаларды, графиктерді қағазға басып шығаруға арналған құрылғы. Бұлардың барлығы шығару құрылғыларына жатады. Модем бұл телефон немесе байланыстың басқа желілері арқылы компьютерге мәліметтер алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы. Модемнің негізгі сипаттамасы мәліметтерді
жеткізу жылдамдығы болып табылады. Сыртқы жады. Егерде тек жедел жады ғана болса, онда бірде-бір компьютер қалыпты жұмыс істей алмас еді. Сіз енді білесіз, компьютерді ажыратудың не тұратынын және жедел жадтағы барлық ақпараттардың қайтымсыз жоғалатынын. Сондықтан, компьютерді ажыратқаннан кейін енгізілген ақпарат сақталатынын, оның тағы басқа жадысы болуы тиіс екен. Әдетте бұл жады магнитті лазерлік дискілерде, сондай-ақ флеш жинақтауыштарда болады. Дискілер мен флеш жинақтауыштар қазіргі дербес компьютерлерде ақпарат тасушылардың негізгі түрлері болып саналады да ақпаратты тұрақты сақтау үшін қолданылады. Стримерлер мәліметтерді магниттік таспада сақтауға арналған құрылғы болып табылады.